құрметті көрермендер. Біз Улта облысы Жезқазған қаласы номер 8 гимназиясының мұғалімдері Абилова Сымбат және Тұяқбаева Ақбота педагогикалық идеялар панорамасы жобасына ұсынып отырған тақырыбымыз Generation Z, неге олар басқа? Z ұрпағын Generation Z, Gen Z, iGen немесе Centennials деп те атайды. Алғашқы рет жас ерекшеліктерінің айрықша белгілері туралы 1990 жылдардың басында ақш зерттеушілері Нейл Хоуф және Уильям Штраус сөз қозғаған болатын. Олар әртүрлі ұрпақ құндылықтарындағы айырмашылықтарға негізделген теорияны құрды. Бұл айырмашылықтар олардың себептері, мысалы, әлеуметтік экономикалық даму, саясаттағы жағдай, қоғамның технологиялық дамуы және тағы басқалары сияқты зерттелді. Штраус пен Хоуф ұрпақ деп шамамен 20 жылдай уақыт аралығында туылған барлық адамдардың жиынтығы ретінде анықтайды. Z ұрпағының сипаттамалары: цифрландыру, ерте жастан табыс табу, білімге деген қызығушылық, ашықтық және адалдық, әлеуметтік мәселелерге алаңдаушылық, өмірден шаттық алуға талпыну, жеке шекараны сақтау, қорғау және де нәтижеге талпыну, глобализм және де мультимәдениеттілік. Цифрландыру, желілік әлемге толық ену. Бұл ұрпақ өкілдері әлеуметтік желілер мен ойын алаңдарында уақыт өткізуді жөн көреді. Мектеп жылдарынан бастап олар жеке онлайн бренд құруда. Instagram, TikTok, YouTube'те аккаунттарды дамытуда. Ерте жастан табыс табу. Z ұрпағы қаржылық тәуелсіздіктің маңыздылығын ерте түсінеді. Интернетте ақша табуды тез үйренеді. Офлайн режимінде де толық емес жұмысты тауып, оны оқумен біріктіреді. Көбінесе олардың табысы ата-анасының табысынан да жоғары болады. Олар кепілдік берілген жұмысқа қызығушылық танытпайды. Білімге деген қызығушылық. Оларды әлеуметтік қанағаттандыру қызықтырады. Ғаламторда зеріктіретін оқулықтарға қарағанда әлдеқайда көп ақпарат бар деп ойлайды. Онлайн білім беру және өзін-өзі дамыту Z ұрпағы үшін әлдеқайда қызықты. Көптеген жасөспірімдер беделді мамандық иесі болғысы келеді және беделді оқу орындарынан дипломын алуға ұмтылады. Олар үшін алынбайтын қамал жоқ. Ашықтық және адалдық. Z ұрпағы өз ойларын ашық және еркін жеткізе алады. Өз ойларын айтқанда көзге тіке қарайды. Оларға айтылған барлық өтірікті сезеді. Олармен достық қарым-қатынасты орнатқыңыз келсе, барынша шыншыл болуға бейімделіңіз. Әлеуметтік мәселелерге алаңдаушылық. Gen Z экономикалық дағдарыстар дәуірінде өсті. Сондықтан олар қауіпсіздік пен тұрақтылыққа ұмтылады. Олар қоршаған ортаға зиян келтірмейтін тауарларды сатып алады. Еріктілер клубтарын құрып, көпшілікке әлемде болып жатқан мәселелер және сынып оқушылары, бітіруші түлектер біздің бастаған қайырымдылық ісімізді дәстүрге айналдырса, бұл мәселені шешпейді. Бірақ көптеген отбасыға үміт отын сыйлайды деп ойлаймыз. Быстрее выздоравливайте. Өмірден шаттық алуға деген ұмтылыс. Z ұрпағы үшін табыс бұл мәртебе немесе байлық емес. Олар үшін ақша табудан көрі жағымды эмоциялар маңыздырақ. Өздеріне және отбасыларына жақсы өмір сүру жағдайларын жасағысы келеді және өздеріне ұнамайтын іспен айналыспайды. Жеке шекараны қорғау және командалық жұмыс. Gen Z бейтаныс адамдардан өздерінің шекарасын қорғай алады. Бірақ жаңа үлкен қауымдастықтарға оңай біріктіріледі. Олар өздеріне сенеді және қажет болса командада да жұмыс істеуге дайын. Негізінде олар жеке табысқа бағытталған, бірақ мотивациясыз ештеңе жасамайды және ештеңені алдын ала жоспарлауды ұнатпайды. Глобализм және мультимәдениет. Z ұрпағы елдегі және қоғамдағы әртүрлі мәдениеттердің қатар өмір сүруін қолдайды және де басқа адамдардың ерекшеліктерін сынамай толеранттылыққа бейім болады. Z ұрпағын қалай оқыту керек? Бірінші, теориядан практикаға көшу. Z ұрпағына нақты тапсырмаларды орындау үшін білім қажет. Кез келген дерлік теориялық курста мысалдар мен дайын құралдар болмаса, олар ештеңе де ұғып алмайды. Мысалы, 19 ғасыр тарихи Екінші, ақпаратты берудің көрнекі әдістері.
Z ұрпағы көрнекі ақпаратты жақсырақ қабылдайды. Тіпті олардың миының белсенділігі 20 жыл бұрынғы оқушылардыкімен бірдей емес. Мидың көру қабілетіне әсер ететін бөлігі әлде қайда дамыған. Сондықтан оқушыларды барынша көп материалдармен қамтамасыз ету қажет. Иллюстрациялар, инфографика, диаграммалар, бейнефильмдер, бағдарламалар. Егер сіз жаһандық жылыну немесе ұлы депрессия туралы жақсы фильм бар екенін білсеңіз, оны көруге ұсыныс беріңіз. Гаджеттерді пайдалану. Оқыту бірте-бірте онлайн және аралас ортаға ауысады, және арнайы қосымшалар мұғалімге пәннің көрнекі және практикалық мысалдарын көбірек көрсетуге мүмкіндік береді. Кейбір университеттер бірнеше жыл бұрын студенттерге оқуға арналған планшеттер ұсына бастады. Жекелендіру және қауіпсіз орта құру. Бүгінгі тұрақсыз жағдайда офлайн немесе онлайн топ, аудитория, сынып оқушылардың қажеттіліктеріне бағытталған қауіпсіз орынға айналуы керек. Бүгінгі оқушыларға да шынайы пікірталас үшін мүмкіндіктер қажет. Бұл олардың қатысуының жалғыз жолы. Сыни өзара әрекеттесу үшін ашық ортаны құру студенттерге өз пікірлерін білдіру мүмкіндігін береді. Сонымен мектеп оқушылары мұғаліммен кері байланыс алғысы келеді. Мессенджерлерде топ құруға тырысыңыз, немесе оқушылармен жеке сөйлесіңіз. Оқушылардың кез келген сұрақтарына жауап беруге, қиын мәселелерді шешуге дайын болыңыз. Болмасын, бүкіл адамзаттың, соның ішінде еліміздің болашағы осы Z ұрпағының қолында. Оларға үлкен миссия жүктелген. Осы буын алдағы болатын жаһандық бұрылыстар мен өзгерістерге бейімделе ғана қоймай, оларды ретке келтіретін күшке ие. Аға ұрпақ пен ортасындағы Y ұрпақ осы жаңа буынды түсінуге және қолдауға міндетті. Өйткені ұрпақ сабақтастығы әрқашанда маңызды болған. Шынына келгенде, бұрынғы адам мен қазіргі адам деген түсінік жоқ. Адамзат әрқашанда біреу. Оларда тұтастандыратын осы сабақтастық. Ұрпақ сүйегі үзілмесін деп тілейік.